боз торғайы атанған боз даланың. Ассалаумағалейкум құрметті қонақтар, қадірлі патша көңіл көрермен. Мыңдаған жылдардан керуен тартқан қазақтың сөз өнерімен саз өнерін ұлы тұғырына қондырған әйгілі халық ақыны, жырау, ғажайып әнші, сал-серілік дәстүрдің соңы, бір басына бірнеше қасиеттер тоқайласқан Кенен Әзірбаев атамыздың 140 жылдық мерейтойының құрметіне арналған Дүлдүл еді, бұлбұл еді кенекең атты дәстүрлі өнер кешіне қош келдіңіздер. Мен gene астымдағы көк шолақтай жалы жоқ құйрығы жоқ шоп-шолақтай Алай шапшы көк шолақ, Алай шапшы көк шолақ, арам қатқыр көк шолақ, жаман қатқыр көк шолақ, қыздар мінген байталдай, жанай шапшы көк шолақ, деді бұққан көк